Ескі джинсы шалбардан осындай қазақша этно стилдегі жилет тігеміз. Бұл бұйымды тігуге маған Қазақстанның дизайнерлері шабыт берді. Ең алдымен өлшем бойынша лекала құрып алдым. Кейін осындай 2-3 түстегі джинсы шалбарларды таптым. Және де подкладқа қолдан қолға беріліп кимейтін рубашка бар емес па? Соны қолдандым. Лекала бойынша джинсылардың әр түсінен қиып шықтым. Анам бала кезімнен талқандағаннан басқа түк білмейсің дейтін, әлі де сондаймын. Қиылған детальдарды тігін машинасының көмегімен қосып үтіктеп шықтым. Кейін әртүрлі оюларды матадан қиып жилетке жабыстырып алдым. Оюларды бір-бірімен үйлестіріп таңдауыма 2-3 сағаттай уақыт кетті. Жабысқан оюлардың қырынан машинкамен өтіп шықтым. Ішіне подкладты салып астын тіктім. Соңында осындай нәтиже шықты. Ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Ал осы жилетті тігіп үйренгіңіз келсе, менің YouTube каналымда тегін сабақтар бар. Жұмысымды бағалап жіберіңіздер. Рахмет.